Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Эфирде мүмкін емес ток-шоу және мен Дәурен Бабамұратов. Ұялы телефон алаяқтарын кім жазалайды? Бүгінгі ортаға салатын басты тақырыбымыз осы. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Әзімбай Ғали мырза, саясаттанушы, қазақтың Әзімбай. Қанипаш Мәдібай, профессор, филология ғылымдарының докторы. Аталмыш саланың маманы, кибер қылмысқа қарсы күресіп жүрген Қазақстандағы софтверлік компаниялар қауымдастығының төрағасы Азаматхан Әміртаев мырза. Әнші Інжу. Журналист Дәурен Даребек. Әнші Гүлхан Сергебаева. Әнші Ғаділбек Жанай мырза. Ұялы телефон төңірегіндегі алаяқтыққа байланысты қаламұштап зерттеулік мақалалар жазып жүрген журналист Қанат Әбілқайыр. Ендеше, құрметті студия қонақтары, тақырыпқа тұздық ретінде экранға назар аударайық. Біздің бірінші сюжет. Бүгінгі күні ұялы телефон тек байланыс құралы ғана емес, алаяқтың құйтырқы ойын жүзеге асыратын құралға дайындалып отыр. Арам ойда арқаланған адам ұялы телефон арқылы оңай олжаға тап болады. Ал сіз бен біз алаяқтың құрығына түсіп қалуымыз әбден мүмкін. Түнгі сағат 2-де үйіме біреу қоңырау соқты. Сол күні мерекенің алдында фондтың презентациясы өткен еді. Түннің бір уағында қарт адамды мазалау ол үшін қаншалықты қиын екенін білесіз ғой. Шавостина Ирина Алексейқызы түн ортасында телефон тұтқасын алады. Ар жағынан бейтаныс адамның дауысын естиді. Әлгі дауыс ұлының нашамен ұсталып қамауға түскендігін хабарлайды. Істі бірден жауып тастау үшін $3000 әкелуін талап етеді, бірден телефон тұтқасын басқа адамға береді. Әбден азап шеккен адамның дауысы естіледі. Мына номерге хабарласып айтқандарын істеш. Мен алданып қалдым. Кейін бәрін түсіндірем. Әйтеуір айтқандарын істеш. Әрине, аяқ астынан бұндай ақша қайдан болсын. Хорошо, приходите. Телефон тұтқасын қоя салысымен қарт әйелдің жүрек қағысы жиілеп, қан қысымы көтеріледі. Анасының көзінше темекі тартуға да ұялатын, арақ ішпейтін 44 жастағы баласының бұндай жағдайға қалай тап болғаны түсініксіз еді. Ал баласы үшін жанын құрбан етер анаға әртүрлі ойлар келе бастайды. Біреудің затын апарып берем деп алданып ұсталып қалды ма екен? Кім білсін? Байғұс ананың көз алдына түрлі жағдайлар елестей бастайды. Баласына қоңырау шалса, телефоны сөндірулі екен. Все. Я перезваниваю на этот номер. Мен сол номерге қайта қоңырау шалып, бар ақшамды берем дедім. Олар келіп алып кететін болды. Мен мекен-жайды түсіндіріп айттым. Олар үйді таба алмай адасып біраз жүріп қалды. Бірнеше рет сөйлестік. Бір қызығы, олар бірде-бір рет менің фамилиямды атаған жоқ. Алаяқтар ұзақ уақыт бойы Ирина Савостинаның пәтерін іздеумен болды. Бұл уақытта Ирина сабасына түсіп, болған жағдайды бастан аяқ ойлай бастады. Бір уақытта есікке қоңырау шалынды. Есіктің ар жағында жас жігіт тұр екен. Ол мені көріп сасып тұрып қалды. Мені таныды ма, кім білсін. Әйтеуір есі шығып тұрды. Мен өзім ақшаны алып оның қолына бердім. Бұдан кейін Ирина Алексеевна бірден келініне хабарласты. Ол ұлының екінші нөмірі бар екенін айтты. Что думаю, и деньги взяли, сейчас его убьют. Олар ақшаны алып алып, енді оны өлтіреме деген ой да келді. Бірден ұлыма хабарластым. Тұтқаны өзі алып, бәрі жақсы. Ондай жағдай болған жоқ, аманмын деді. Артынан милиция келіп, құжаттарды толтыра бастады. Полиция қызметкерлері бір тәуліктің ішінде ақша алған адамды ұстап та үлгерді. Осы бір алаяқтық оқиғаны барлық бұқаралық ақпарат құралдары жариялады. Алданған тек Ирина Савостина ғана емес. Осындай жағдайдың құрбаны болған біраз адамдар кейін поколение ассоциациясына хабарласып, басынан өткен оқиғаларын баяндап берді. Қылмыскерден сұрақ жауап ала бастаған кезде, ол бұл ақшадан $100 ғана иеленіп, қалғанын бір әйелге беру керек болғанын айтты. Тағы бір осындай оқиға. 1922 жыл туған зейнеткерге балалары мен немерелері операцияға деп жинаған
120 мың теңге мен 200 долларды аяқ астынан телефон арқылы қоңырау шалған алаяқ иемденіп кетеді. Немереңіз жол апатының салдарынан қазір қамауда отыр. Тез арада шығарып алғыңыз келсе, ақша келіңіз деп алдайды. Бір айдан кейін іс қозғалып, қылмыскер ұсталып, оның туыстары алданған адамдарға ақшасын қайтарып беруге мәжбүр болады. По решению суда я скажу. Соттың шешімі бойынша оған 2 жыл берді. Бұл көп пе әлде аз ба? Бұл қылмысқа оның қатысы жоқ болуы да мүмкін. Қайдан келгенін кім біледі? Өзінің 2 баласы бар екен. Оған 2 жыл жеткілікті деп ойлаймын. Әлемдік статистика бойынша телефон операторлары алаяқтардың әртүрлі айласынан жалпы табысының 6%-нан айырылса, ұялы телефон операторлары 25 миллиард долларынан айырылады екен. Біздің елімізде әрине бұл көрсеткіш аздау. Бірақ адамды алдап құрығына түсіретін алаяқтардың саны жыл сайын өсіп келеді. Әбден машықтанып алған қылмыскерлер өзінің құрығына түскен адамды бірден сендіруге тырысады. Соңын алданған адам қомақты қаржысынан қалай айырылып қалғанын өзі де білмейді. Во-первых, мошенничество такая статья. Алаяқтықты дәлелдеу қиын. Телефон, интернет арқылы ісін жүзеге асыратын алаяқтарды анықтау тіпті қиын. Ізін суытпай тұрған кезде ұстау керек. Бұл іс бас прокуратураның тіркеуінде 177 бап бойынша қаралады. Онда жалпы алаяқтық деп қана жазылған. Жеке түрлері көрсетілмеген. Бүгінгі күні хаттың орын алмастырған SMS қызметі де оңай пайда табудың көзін айналып отыр. Бір кездері көптеген абоненттер танысып, араласайық деген сияқты SMS-тер алады. SMS-ке жауап жазатын адамдар бұл істің әдейі оны қызықтырып, неғұрлым өздеріне көп пайда түсіру үшін жасалынған әрекет екенін сезбейді. Ал сіз өз қалтаңыздан сізге келген және сізден жіберілген SMS-тердің де ақшасын төлейсіз. Көп жағдайларда келген SMS-терді оқыған бойда бірден ақша төлейсіз. Қалай жүзеге асатынын түсіндіріп өтейін. Жіберілген SMS-ке де қабылдаған адам ақша төлейді. Алдын ала сондай келісім шарт жасалады. Қалай жүзеге асатынын түсіндіріп өтейін. Жіберілген SMS-ке де қабылдаған адам ақша төлейді. Алдын ала сондай келісім шарт жасалады. Таныс емес номерден SMS келгенін көрсеңіз, ол SMS-терді ашпай-ақ жойып жіберіңіз. Неліктен дейсіз ғой? Егер ашсаңыз, бірден ақша төлеуге келіскен болып есептелесіз. Қашан салуым керек? Жарайды, салайын. Жақсы, рахмет. Телефоныңызға қоңырау шалып, сіз қымбат бір ұтысқа ие болдыңыз. Бірақ оны алу үшін белгілі бір мөлшерде ақша салуыңыз керек деп алдайтын жағдайлар тіпті жиілеп кетті. Оған сенген адамдар ақша салып айтқанын орындайды. Ең бір есімде қалғаны, сіз автомобиль ұттыңыз деген хабарламалар. Ауылдағы адамдардың сенгендері соншалық, карточкаларының номерлары мен пин-кодтарына дейін айтып берген. Олар шын мәнінде автомобиль ұттық деп сенген. Алаяқтар бәрін алдын ала ойластырады. Тіпті кей жағдайларда әлеуметтік сауалнама жүргізген сияқты болып, жауап берген адамның дауысын пайдаланып, жеке сөздерінен өздеріне керектісін қиып құрастырады. Дальше передается трубка. Одан кейін тұтқаны бірден біреуге береді. Дауысынан мүлдем айырмайсың. Сенің ұлың ба, жоқ басқа біреу ма? Дауысы сондай аянышты, біреу қылқындырып жатқандай. Тіпті мама деген сөзді де толықтай айта алмайды. Ма, мына номерге хабарласып айтқандарын істеші. Мен алданып қалдым. Кейін бәрін түсіндірем. Айтқандарын істеші деді. Бұл дауыс алдын ала жазылып алынған болуы да керек. Азаматхан мырза, жаңа ғана сюжетті көрдік. Сюжеттің барысындағы ақпаратпен барлығымыз таныстық. Қосымша мен бір мысал келтіріп кетейін. Соңғы 2012 жыл бойынша алаяқтар 114 миллиард доллар ақша ұрлаған екен абоненттерден. Енді біздерді алаяқтардан кім қорғау керек? Біздің пайдаланып отырған телефондарымыз, ұялы телефондарымыздың операторларының өзінің шифрлау протоколдары бар. Олар өздері қорғай алады бізді. Интернет жүйесінде ашық ұялы жүйеде қорғай алады. Бірақ енді мынау теледидардан жаңа көрген бұл ең алаяқтардың ең қарапайым түрі. Бұлай айтқан кезде ол жаңағы үйінің кілтін алып, сен солай үйіне ұрлық жасағандай жасап отыр да, бұл қарапайым түрі. Бүгінгі күні негізі ұрлықтың бәрі, шығының бәрі мына
қарап отырсаңыз мына бүгінгі күні біздің ұялы телефонымыз ол кішкентай компьютер расменде. Ол біздің телефонымызда әр уақытта интернет бар. Жаңа планшет дейміз, жаңағы iPad, iPhone, смартфондар. Содан ең басты содан қорғана білуіміз керек. Өйткені интернет жүйесі арқылы жаңа үлкен шығын келтіруге болады. Жаңағы белгілі бірліктерді алып кетуге болады. Және де мысалға электронды карточкалар егер пайдаланатын болса, сол ақпараттарды жаңағы өзіне көшіріп ала алады. Мысалға жаңа сіз айтып кеттіңіз, мысалға Cybercrime Report деген ұйымның 2012 жылы қорытындысы бойынша 114 миллиард доллардай дүниежүзіне шығын келтіріпті. Әрбір 1 минут сайын 20-30 адам алаяқтардың кесірінен шығын жасайды екен. Енді дұрыс айтасыз, осыда қалай біз қорғана аламыз? Бұны қорғанудың біріншісі енді біз елімізде осы ұялы телефонды пайдалану, интернет жүйесімен жұмыс істеу, сауатын, халықтың сауатын көтеру. Азамат мырза, жаңа сіз айтып қалдыңыз, біз сюжетте көрсеткен алаяқтықтар бұл алаяқтықтың ең қарапайым түрі деп. Ал енді бізде студияда отқан азаматтардың арасында дәл осы алаяқтықтың ең қарапайым түріне түсіп қалған азаматтар бар ма? Түсіп қалған жағдай болған жоқ, бірақ маған звондады. Осыдан 3 ай бұрын менің ұялы телефоныма звондап, құттықтаймыз, сіз кір жуғыш машинаны ұтып алдыңыз, бірақ соны біз тіркеуіміз үшін, сіздің аты жөніңізді тіркеуіміз үшін, сіз бізге бірлік салып жіберуіңіз керек деді. 2000 теңгедей бір бірлік салсаңыз, біз сізді дереу уақытта жаңағындай барлық жаңағындай іс-шараларын өткізіп, сізге қолыңызға соны тапсырамыз деді. Сіз бірінші қай жақтансыз, аты жөнімді сұрап алды, қай қаладансыз деп бірден сұрап алып, мен бірден түсіндім, әрине алаяқ екен. Дегенмен маған қызық болды, ары қарай не болады екен деп. 3 минуттың ішінде толығымен жаңағы тоқтамай, жаттан тыс сөзбен маған айтып шықты. Біз мынандай компаниямыз, біз осындайды осындай, біз осындай акция бізде жүріп жатыр деп. Келесі менің сұрағым, сіздің акцияңызды біздің техника сататын сауда үйлері біле ма деген сұрақ болды. Оған олар толық маған жауап бере алмады. Жаңағыдай кетіп қалып жауап берді. Екінші сұрағым, офистарыңыз қай қалада деп сұраққа олар Астана қаласындамыз деді. Және толық адрестарыңызды берсеңіз, және неге сіз маған ұялы телефоннан звондап тұрсыз, неге қалалық городской номер дейміз ғой, сондай телефоннан звондамай тұрсыз дегенде, бірден ұсталғанын түсініп, тұтқаны тастай салды. Яғни сіз 2000 теңгені аударған жоқсыз? Жоқ, аударған жоқ, өйткені мен басынан бірден білдім. Ал енді сол осы оқиғадан кейін құқық қорғау органдарына хабарластыңыз ба? Жоқ, хабарласпадым. Өйткені оны ол әңгіме жазылған жоқ. Мен оны қай жақтан жаңағындай. Жақсы түсінікті. Ал тағы кімде осыған ұқсас оқиға? Азеке. Маған Нигерия банктан алдымен хат түсті. Нигерияның банкінен? Иә, 1 миллион ұтыппын. Доллар? Иә, ақш долларымен. Барлық нелерін өздерінше мен сенетін дейді құжаттар жіберген. Енді тек қана жағы соны аяқтау ғана керек екен. Мен оған сенбедім. Қанат мырза, енді сіз жалпы алаяқтыққа байланысты қалам ұстап көп жазып жүрсіз ғой. Енді біздің сюжетке байланысты, ұқсас жағдайларға байланысты бір зерттеу жұмыстары. Шындығын айтқан кезде әрқайсымыздың басымызда болып жатады. Күнделікті сообщение. Енді аптасына 2 аптада, 3 аптада бір сообщение дейміз. SMS хат, хабарлама келіп жатады. Бізде өкінтетін жалғыз дүние бар. Менің ұққан. Ол азаматтық бір белсенділік. Мәселен, менің қалта телефоныма сондай SMS келе салған жағдайда бағанағы Анжу айтқан секілді. Құқық қорғау органдарына дереу біз шағым түсірсек. Мысалға, осындай хат келді, мына телефонның артында кімдер тұрғанын анықтап беріңіз. Менің азаматтық құқығым таптады. Бәленбай уақыт мен телефоннан уақытымды алды. Мен осындай жұмыстағы адам, халыққа қызмет істеп жатқан адам деген секілді басқалай бір шарттармен біз түбіне жетуге асықпайтын халықпыз. Бәлкім осының шешудің жалғыз жолы әрқайсымыз сондай белсенділік таныту қажет шығар. Әрбір келген хабарлама, әрбір келген қоңырауға қатысты артынан ізденіп кету қажет сияқты. Енді осыдан бір 2 жыл бұрын менің ұялы телефоныма Арал Мұрат деген бір кісі хабарласты. Сөйтіп, сіз Гүлдер ансамблінің әншісіз ба? Я әншісімін, Гүлхан Сергейбаева. Атырауда үлкен бір іс-шара өтетін еді, соған сіздерді шақыртамыз, соған байланысты жаңағы құжаттарыңызды жіберсеңіз деп өзінің жаңағы несін айтты, почтасын номерін. Телефон номерді кімнен алдыңыз деген сұраққа, осы бір телеарнада жұмыс жасайтын менің бір таныс апайым бар еді. Сол кісіден алдым дегесін мен сендім.
жарты сағаттан кейін хабарласамыз деп бір кезде жарты сағаттан кейін хабарласты. Осы қазір мен сізге СПС-пен жіберем номерді, соған сіз жаңағы карточкаңыздың номерін бәрін жазуыңыз керек деп. Енді мен жалпы ондай үлкен іс-шаралар болатын кезде бізден репертуар міндетті түрде сұрайды, және қандай костюмда өнер көрсетесіз деп фотосессия сұрайтын болған. Сол үшін мен ол кісіден сұрадым, қандай репертуар керек ол жерде, қандай ән айтылу керек, және мен сізге жаңағы суреттерімді жіберейін десем, ол қажет емес дейді. Сонан кейін сол қажет емес деген сөзі күмән тудырып, мен ойланып көрейін қанша күнге десем, және сіздердің ақшаларыңыз, гонорарларыңыз ұшақ билетімен қоса счетқа аударылады, сондықтан жаңағы ұшақ билетін өзіңіз алуыңыз керек деген сияқты сөздер айтты. Сосын жоқ, мен ойланып көрейін деп телефонды қойғаннан кейін маған хабарласқан жоқ. Кейіннен 2 күннен кейін естідім, менде сол Гүлдер ансамблі менімен бірге қатар жұмыс істеп жүрген құрбым бар еді, Динара деген. Сол қызға хабарласты, сөйтіп ол қыздың $300 ақшасын алып кеткен. Мәссаған. Офисқа келіп. Неге бердің десем, 3 күн деп айтты, өте жоғары гонорар ұсынды, оның бәрін бірақ келгеннен кейін Атырауға счетыңызға аударамыз деп. Енді $300 неге бердің десем, соны өзім де байқамай қалдым. Бұл билетке керек, сіздердің жолақыларыңызды біз қосып жаңағы өтеміз. Шағымданды ма жаңа құрбыңыз? Шағымданған жоқ. Неге шағымданбады? Және ол номер менде болды, кейіннен мен хабарласқан кезде номер сол күйі өшіп тұр. Бүгін теледидардан егер көретін болса, Арал Мұрат деген қазақ азамат кісі. Кім деген? Сондай Арал Мұрат деп таныстырды өзін. Арал Мұрат? Иә. Мен ойлаймын, енді жалпы қазір ақпараттың дамыған заманда, техниканың дамыған заманда мүмкін емес деген сөзді де айту қиындап бара жатыр, сондықтан өте сақ болған дұрыс сияқты. Азаматхан мырза, енді дәл осындай жағдайларда біз мынау ұялы байланыс операторларын ешқандай жауапқа тарта алмаймыз ба? Біз кімге шағымдану керекпіз дәл осындай жағдайда? Бұл біздің былайша айтқан кезде жаңағы ұялы телефонды пайдаланушылардың сауаттылығы жоғары деңгейде емес екендігі. Өйткені қазір бүгінгі күні ұялы телефон арқылы мысалға сөйлеске егер кейсіл жаңағы белгілі операторға хат жазып, ол барлық жазба түрде әңгімелескен әңгімені көтеруге болады. Ол біріншіден. Екіншіден, ол звондаған телефон қай жерде орналасқан, нақты қай жерде тұрғанын білуге болады. Сондықтан ең дұрысы құқықты органға арыз жазып, бұл істі құрдан болса қалдыруға болмайды. Ондай алаяқтарды ұстаған жөн. Өйткені бұл кісі алданды, одан екінші алданады, үшінші алданады. Сондықтан біз ондай адамдарды тез арада ұстап, орында қойымыз керек. Жақсы, түсінікті. Жағдай бар да. Мысалға, бағанағы телефон қай жерде болғанын анықтауға болады, номер арқылы кім айтып отқан сияқты. Бірақ бізде мынау компаниялар бар ғой, солар нақты адамның жеке куәлігі арқылы номер тіркеуі қажет. Бізде бұл заңдылығында сондай. Мен номер алсам, барып Билайннан арнайы өзім документіммен тіркетемін. Бізде көбіне анау ортадағы нелер, сатушылар ортада жүретіндер. Көп номерді алып алады да, ешқандай номер тіркемей, басқа бір адамдардың атынан тіркелген номер сатып жібереді. Яғни осы жерде қиындықтың бәрі осы жерден туындайды. Себебі басқа адамның атында тұр, ал шындығына келгенде оның номері емес. Мысалға, номер алу үшін сол елдің халқының азаматы ғана номерді береді. Бөтен елдің азаматына бермейді. Барлық елдерде емес қой, мысалға енді Европа елдері, Америка елдерінде. Мысалы Индия елінде жағы не номер алайын десең, паспортыңның копиясы, содан кейін тағы анау құжат, мынау құжат. Мен айттым, бізде көшеде сататын номер. Бізде ал Қазақстанда көшеде сатылады. Шындап айтсам, ол дұрыс емес, көшеде сатқан ол дұрыс емес. Енді бүгінгі 21 ғасырда өмірімізді ұялы телефонсыз біз елестете алмаймыз. Бірақ та дегенмен де қоғамда әртүрлі ойлар, пікірлер айтылып жатыр. Мүмкін ұялы телефонды пайдалануды, қолдануды шектеу керек шығар белгілі бір дәрежеде. Қалай ойлайсыз? Енді бұл мәселеге барлығына мен жауап беретіндей, оның егжей-тегжейлі зерттеп жүрген маман емеспін. Бірақ жаңа айтылып жатқан әңгімелерге бір-екі мен де қосқым келеді. Бір күні үйде отырғанда балам үйде ұялы телефоннан тағы да звондады бір адам. Мам, я в милиции деп. Бұл міне болған жағдай. Сенбедім, енді балам үйде отыр. Қоя салдық, бірақ жаңа кімдер Азаматхан және басқа азаматтар айтып отырғандай, құқық қорғау орындарына хабарласу керек еді сондайда. Дұрыс айтасыз, хабарласу керек еді. Дәурен мырза, енді сіз журналистсіз, мынау қоғамдық мәселе ғой енді. Ешбір қазақ құқық қорғау органдарына шағымданбаған, арыз түсірмеген, мәселені қалай шешетінін білмейміз. Ауылда қаншама қазақ алданып жатыр. Тіптен жаңа сюжеттің барысында
эксперт мырза, эксперт ханым айтып кетті, түгел өзінің карточкасының нөмірлерін, пин кодын барлығын салып жіберген, беріп жіберген деп. Одан күн сайын 1000 теңгеден, 500 теңгеден, 300 теңгеден кір жуғыш машина ұттың, автокөлік ұттың, ұялы телефон ұттың дегенге салып жатыр қазақтар. Қазіргі күннің өзінде әлі міне теледидардың алдында отырып. Қалай құтыламыз, не істейміз? Жалпы енді мынау бұндай дәл осындай алаяқтықпен негізінде кәсіби психологтар айналысады. Психологтар және мысалы жаңа NGO сияқты сауысқаннан сақ адамдардан бірден ат айылын жия қояды да келесі адамдарына көше береді. Олар үшін мысалы біреулер түрмеде жатуы мүмкін. Яғни түрмеде де білесіздер, анау адамнан айыл артылмайды. Олар қанша бос уақыты бар және олар осымен қаншама нөмірді тізіп алады, және бір ол нөмірлердің және бізде мына бір қазақы дарақылық бар, нөмірлердің бір әдемі нөмірлерге ұмтыламыз. Ең бірінші құрыққа түсіретіні бұлар әдемі нөмірлерге ең бірінші шабуыл әдемі нөмірлерден бастайды. Яғни мынау крутой нөмір дейміз ғой, жалпы. 111 деп басталады, мынау чиновниктер ұстайтын. Және олар үшін де бұл бас қайғы. Үлкен билікте жүрген азаматтарымыз үшін де ол ең бірінші бұлардың шабуыл жасайтыны осы әдемі нөмірлер. Екінші, және біздегі мынау кез келген нәрселеде біздің өзіміздің надан адамдар біздейді. Сенгіш өзі бір қазақтың бір анау аңғал типтер бар. Қалай анықтайды олар? Телефонның арғы бетінде отырған адамды анықтай алмайды олар. Олар жаппай звондай береді ме? Жаңағы мысалы медаль алам деген кезде мынау апайға ай звондады ғой. Бір өзіңіз бір ойламаған, сіз күтпеген нәрсені айтады да, сіз көлік ұтып алдыңыз деген кезде Дәурен мырза, сіздің айтып тұрған сөзіңіздің барлығының жаны бар, бірақ та егер де мынау қоғамдық негізде алатын болсақ, мынау құқық қорғау органдардың бір сәл кешеуілдеп қалғандығын, бір әлсіз құқық қорғау органдары түк істей алмайды. Бұл дәл қазіргі кезде мысалы үшін маған мынандай жағдай болды өз басымда. Каспий банктен звондайды, сізді де Асылхан Бекенов Маханұлы деген баланы танисыз ба? Сіздің атыңыздан сізді танысым деп белгілегенде кредит алған мен атымнан. Мен атымнан өз атынан алған және мен танысым деп белгілеген. Мен ол нөмірімді бауырымнан сұраймын, қарындасымнан сұраймын, кімге бердіңдер? Жоқ. Бұл звонок күнделікті 3 аптаға созылды. Мен сосын мен уже жалпы енді адам ағыры шығып кетеді. Ол сенбі, жексенбі дейді звондайды. Сосын менде бұлар алаяқ шығар деген ой туындады. Өйткені банкі болса ол суббота сенбі жексенбі жұмыс істемеу керек. Каспий банк жексенбіде де звондай береді. Сосын алдым да мен құқық қорғау органдарына хабарластым. Осындай олар шықты, бұл нөмір ешкім атына тіркелмеген, 330 76 34 деген нөмір. Мен оны интернет арқылы да звонда көрдім, тексеріп. Сосын 188 арқылы да қарадық, ол ешкім атына тіркелмеген. Тек қана менде бір ғана шығатын жол болды, ол Каспий банктың өзіне ғана жалып жасай алады екен. Мен өздеріне айтып, осындай ешқандай танысым емес, қойсаңдаршы деген әңгімемен ғана бұл артынан тыйылғандай болды. Жаңа құқықтық органдар бұлармен күрес жүргізе алмайды деген. Негізі құқықтық органдардың қолында бәрі бар. Тез сол бұл жерде көрдіңіз бе? Сотовыймен телефон звондағаннан кейін, ұялы телефонмен, ол ақпараттың бәрі жазылып қалады біріншіден. Оның дауысы болған орны, оның бәрі сақталады, оны тез арада құқық органдары тез арада таба алады оны. Ол біз мысалға бізде мынау біз ойлаймыз, мынау ой, бұл сотовый деген жаңа нәрсе, интернет жаңа нәрсе, бұл деген бізге білмейді, ешкім білмейді деп. Негізі бұл жерде былай ашық тез арада тауып алуға болады бұл жерде алаяқтарды. Жаңа айтып отырмыз ғой, алаяқ деген нәрсе, ол өмірде де алаяқ, интернеттегі алаяқ, олардың бәрі жаман адамдар. Ұялы телефонды құрал ғана ғой сонда. Күресіміз үшін біз осындай жағдайға келген кезде тез арада шағым жазуымыз керек. Тез арада шағым жасап, жаңа қоғамдық белгілі бір жарнамалар беруіміз керек. Сондай бұл азаматтық борышымыз біздің. Егер дұрыс қой? Дұрыс айтасыз. Әлеуметтік жағын ойластырмай тек факті бойынша жұмыс істеп, әрбір қылмыскерді ұстап қана қоюмен істі нама мәселе шешіле ме? Одан да бұның тағы да үлкен үгіт насихат түрінде жарнамалау керек сияқты. Теледидарда көрдік қой, жаңа кемпірді алдаған кісіні 2 жылға соттамақшы болды, 2 жігітті да, 4 баласы бар. Сотталды. Негізі бізде заң, ондай өте қатал, ондай алаяқтарға. Заң біздің аямайды оларды. 2 жыл, 3 жылға қамап тастайды. Оларды, ол біріншіден алаяқ жолмен ақша тау, $100, $200. Ол біреудің үйінен ақша ұрлаған сияқты сондай жазаға жасалынады жаза. Біздер екінші сюжетке назар аударайық. Тағы бір жиі кездесетін жағдай. Алаяқ біреуге хабарласып,
өзін оның досым немесе бір жақын адаммын деп таныстырады. Аяқ астынан болған жол апатына кінәлі екендігін айтып жылайды. Сол мезетте телефон тұтқасын басқа бір адам алып, өзін сарапшы криминалистпін деп таныстырып, егер экспертизаның нәтижесін өзгертіп, досыңызды, балаңызды немесе ініңізді құтқарғыңыз келсе, осыншама $1000 әкеліңіз дейді. Алда барбап алаяқтар ақырында бірнеше айдың ішінде $500 000 табыс тауып, 50 шақты адамды құрығына түсірген. Осындай жағдайлар өте көп. Өкінішке орай бүгінгі күні көп адамдар ішкі істер бөліміне хабарласпайды. Жарайды қойшы сол 500 теңгені деп жүре береді. Ал арыз жазылмаған істерге біз тергеу жүргізе алмаймыз. Адамдар алданғандарын білгеннен кейін құқық қорғау органдарына хабарласады. Бірақ алаяқтарды оңайшылықпен таба алмайсың. Олар ұялы телефондарын бірден жойып, жасырынып қалады. Бүкіл республика бойынша осындай тіркелген істер тек 11 ғана. Көп адамдар арызданбайды. Оның себебін адамдар әртүрлі түсіндіреді. Қолымыз істемейді, уақыт жоқ деген сияқты сылтаулар табылады. Тергеушілердің айту бойынша, қылмыскерлер алдайтын адамдарын алдын ала іздеп қиналмайды. Олар жай ғана кез келген телефон номерін теріп, тұтқан алған адамды арбай бастайды. Сөйтіп 100 адамның ішінде әйтеуір біреуін құрығына түсіреді. Тағы да бір себеп, алданған адамдар алаяқтармен келісіп, ақшасын қайтарып алғаннан кейін арыздарын қайтарып алады. Қылмыскерді міндетті түрде отырғызсын деп кек сақтап талап етпейді. Жалған оператор сізге хабарласып, сіздің нөміріңізбен немесе баланстағы ақшаңызбен бір қиындықтар туындаған айтады. Ондай қиындықтар болмас үшін өз айтқан номерге SMS жіберуін сұрайды. Әрине, бұл жалған ақпарат. Сізде бәрі дұрыс, бірақ осы хабарламадан кейін қиындықтар шынымен де туындай бастайды. Ең алдымен ол сіздің қаражатыңызға әсерін тигізеді. Тек құқық қорғау органдарының сұранысы бойынша ғана абоненттің номері пайдаланылмайтындай етіліп істен тоқтатылады. Жеке бір адамдардың сұранысы бойынша номерді істен шығаруға құқымыз жоқ. Сізге оператордан хабарласқандай болып бір номерге телефон соғуыңызды сұрайды. Ол үшін сіздің шотыңызға $3 түсетіндігін хабарлайды. Сізге бұндай ақша түсуі де мүмкін. Бірақ есесіне телефон соққаныңыз үшін $5-10 айырыласыз. Қандай да бір ұсыныстар жайлы, жаңа акциялар жайлы ақпараттарды колл-центрге хабарласып біле аласыз. Сіздің номеріңізге келіп түскен барлық хабарламаларға сене бермеңіз. Бұл да электрондық почта сияқты. Түскен ақпаратты саралай білу керек. Тағы бір жиі кездесетін оқиға. Сізге біреу хабарласып, шотыңызға абайсызда ақша салып жібергендігін айтып, сізден сол ақшаны қайтаруды сұрайды. Телефон сіздің амияныңыз сияқты ғой, сондықтан абай болғаныңыз жөн. Әйтпесе, бар ақшаңыздан айырыласыз. Алаяқтар белгі арқылы жасырын кодты анықтай алады. Оны анықтайтын арнайы компьютерлік бағдарламалар да бар. Кодты анықтағаннан кейін алаяқтар бірден ақшаны өз есеп шотына аударады. Осылайша сіз өз ақшаңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Бәріңізге мынандай кеңес бергім келеді. Интернеттегі, теледидардағы әртүрлі мәтіндерге абай болыңыз. Ірі шрифттермен 150 теңге деп жазылғанмен, ұсақ шрифттермен қосымша мәліметтер жазылуы мүмкін. Бірақ көп жағдайларда адамдар оған көңіл аудармайды да, телефон соққаннан кейін ғана ақшасынан айырылғанын біледі. Немесе әртүрлі ойындарды ұсынатын хабарламалар да болады. Оны біз емес, басқа компаниялар жібереді. Олардың өз шарттары бар. Сондықтан абонент иелері әртүрлі ақпараттарға алдын ала көңіл аудару керек. Ұялы телефон алаяқтарын анықтау қиын болғандықтан, оларды жауапқа тарту да оңай емес екендігін алданған адамдардың өздері де түсінеді. Мұндай іс бойынша ішкі істер қызметкерлеріне арызданушылардың да саны аз. Сондықтан әркім өз қауіпсіздігі үшін абай болу керек.
Менің толқын әріптесім жаңа өте жақсы айтып кетті. Арызданушылар өте аз дейді. Оның алдында эксперт ханым да айтып кетті. Өткен жылдың нәтижесі бойынша тек 11 арыз ғана түскен дейді. Яғни бұны мынау халықтың сауатын қалай көтеруге болады? Ғаділбек мырза, сіз өзіңіз осындай жағдайға түсіп қалсаңыз, құқық қорғау органдарына арыз бересіз бе, бермейсіз бе? Мен бір рет түстім, жаңа есіме түсіп отыр. Телефон емес, осы былтыр анау ноутбукпен бір интернеттен андай бір футбол парақшасы бар, соның ішінен кіріп, онлайн футбол көреміз. Соны ана негізгі жазылған ссылка дейді ғой, соған кірдім де ол дұрыс көрсетпей тұр екен. Одан кейін ана астында жаңа комментарийлер жазылады, солардың ішінде біреу ссылка жіберді. Осыған кірсеңіз, андай тоқтамай көресіз. Сөйтіп соны басып қалсам, экраны өшіп қалды да, ноутбуктың бетіне жазу шықты, біраз андай. Сіз жаңағыдай Қазақстан Республикасының заңына қайшы нәрсе қарағаныңыз үшін осындай жаңағыдай ноутбугыңыз блокқа түсіп қалды. Енді бұны ашу үшін осындай номерге хабарласыңыз, болмаса осындай кодқа 15.000 теңге ақша салыңыз дейді. Мәссаған. Содан? Одан кейін мен бір таныс бала бар еді, осы ЦУМда жаңа неде жасайды, соған барсам күліп жатыр, мынау жаңа алаяқтардың дірілі ғой деп ашып берді маған. Оны бірақ қарапайым адам аша алмайды екен оны. Ол көп адам бағдарламаны ұшырып жібереді ол жалпы. Оның бір жаңа досым айтып жатыр, бір зияны ол ана компьютеріңіздегі бүкіл жаңағы ақпараттардың бәрін жойып жібереді. Енді Ғаділбек мырза, соның нәтижесі бойынша шағымдандыңыз ба, шағымданған жоқсыз ба? Мен шағымданған жоқ. Неге шағымданбадыңыз? Ешкім шағымданбаған. Осы жерде талай алаяқтармен кездескен, жолыққан екенсіздер, сөйлескен екенсіздер, бірақ та шағымданды жоқ. Енді біз өзіміз шағымданбасақ, құқық қорғау органдарынан біз қалай жаңағыдай қылмыскерлерді ұстауды немесе жаңағыдай қылмысты азайтуды талап етеміз? Егер өзіміз шағымданбасақ, кім екенін көрсетіп бермесек? Айтып отыр ғой бауырымыз, өте дұрыс айтып отыр. Негізі біз өзіміздің былай құқығымызды көп дұрыс біле бермейміз, және оны сақтауға көп не қылмаймыз, жаңа қазақшылыққа көп салынамыз. Аңқаулыққа енді сосын бір жағынан қойшы сол бір ашып алдым ғой, енді кірмей қоярмын деген сияқты. Ол негізі дұрыс емес та. Негізі осы бағдарламаның кішкене пайдаланып, жаңағыдай менің өз ойымда емес, осы Ахмет ағадан сұрағым келіп отыр. Айтсын дегім келіп отыр Азаматхан ағама. Бір қандай жолдары бар қорғанудың, және қандай жолмен осы алып шығуға болады өзін осындай жағдайлардан. Соны бір айтып берсек, қаншама миллион халық көреді. Бір пайдамыз болсын Азаматхан аға. Ол жерде тек қана бірақ жол бар, құқықтық органдары хабар беріп, солар арқылы оларды тауып, оларды жазалау керек. Ол біздің азаматтық борышымыз. Оны істемесек, ертең екіншіміз алдынамыз. Алаяқ, интернетте де алаяқ. Бұлар жаман адамдар. Оларды біз тез арада тоқтатуымыз керек. Ал енді екінші түрі, ол енді былай айтқан кезде біздің қазір ұялы телефонымыз ол кішкентай компьютер қалтамызда. Ол интернетте 24 сағат отырады. Сол 24 сағат бойы ол әртүрлі жаңа шпиондық бағдарламалар, сіздің сөйлескен сөзіңізді жазып атады. Және де сіздің анау камерасы, сіз байқамайсыз, сіз камерасы елдер көріп отырады, сіз не істеп атқаныңызды. Мысалға, ондай олар $5-10 тұрады. Интернетте төлесеңіз, сізге камераңыз арқылы сізді көрсетіп береді әрбір адамда. Сіз айтып отырған бағдарламалар ол жалпы қарапайым халыққа қолжетімді ме? Және оны қай жерде енгізуге болады? Қолжетімді деп тұр ғой, $5 тұрады дейді, иә, 1000 теңге тұрады. Жоқ, ол мәселе оның қаражатында емес. Мысалға қарапайым халық, мысалға менің өзім де білмеймін. Оны қай жерде енгізуге болады деген сияқты. Ол бағдарламаны ұялы телефонға. Өте орынды сұрақ. Иә, негізі мына планшет, жаңағы ұялы телефондарда арнайы жаңағы ғаламторда арнайы сондай бағдарламалар тегін тарататын сайттар бар. Солар арқылы алып шифрландыруға жасауға болады. Енді заманның ағымы ғой, заманның талабы 21 ғасырда біздер ертеңгі күні ұялы телефонның ішіне бүкіл өміріміздің 60-70%-ын салып қоятындай жағдай келе жатыр. Біз оған қасарысымыз мүмкін, мойындамауымыз мүмкін, қабылдамауымыз мүмкін, бірақ ол бәрібір келеді, өзің дегеніне жетеді және алады 21 ғасырда. Бірақ та енді екінші сұрақ, біз одан қалай қорғанамыз? Яғни сақтану мәселелері қалай болады? Әрине, жаңағы алдаудың тәсілі әр ғасырға, әр мыңжылдыққа ол біреу-ақ. Ол алдау, ол опасыздық жасау. Сақтандыру керек, бірақ батыл болу керек. Өйткені онсыз жаңағы
қасқыр бар екен деп орманға бармау болмайды. Өте жақсы. Күйездік жайлап бара жатқан біздің қоғамда бұл бір зиянды жағы көбірек. Менің ойымша белгілі бір жас мөлшерлеріне қатысты шектеулер, соған қарай пайдаланатын рұқсаттар, бір механизмдері ойластырылу керек. Әрине қанша қарсы тұрғанмен біз одан қашып құтыла алмаймыз. Дегенмен де ойланып үлкен бір тек қана бір ток-шоудың аясында емес, бұл үлкен әлеуметтік мәселе ретінде көтерілу керек. Негізі мына ақпараттық қауіпсіздік ол еліміздің қауіпсіздігі. Сондықтан бұл осы ағарту істері, сауаттылықты көтеру істері мемлекет тарапынан жасалу керек. Және де әрбір азамат еліміздің осы кибер қылмыскерге, алаяқтарға қарсы жұмыс жасау біздің әрқайсымыздың борышымыз. Сондықтан осы бағытта бәріміз бірігіп күрес жүргізгеніміз дұрыс. Ақпаратты көбірек берсе, жарнамалап берсе, қалай алаяқтардан сақтану керек. Және де мәселен қазір бір жаңа түршікті дүкендерде байқап жүрміз, темекілердің сыртына түрлі бір жаман суреттер көбейіп кетті. Жаман тістердің суреттері, немесе түсік баланың суреттері, бауырдың, өкпенің шіріп кеткен суреттері темекінің сыртында тұр. Дәл солай сайтқа кірсеңізде, кез келген компьютерге кірсеңіздегі немесе бір төлеу жұмыстары өтіп жатса да бір ақпарат болса, алаяқтардан сақтаныңыздар деген ақпарат ескерту болса, және де барлық журнал, газет, телевидение арқылы осына алаяқтардан қалай сақтану жолдарын беріп отырса, қандай белгілер арқылы оларды тануға болады екен. Міне нақты ұсыныс деп ойлаймын. Заманың түлкі болса тазы болып шал дейді. Сол сияқты енді мынау қанша жерден отырғанда технология бізден өзімізді басып озып бара жатыр, одан қашып та құтыла алмаймыз. Сол себептен біз тек қана сақтық керек. Және мысалы бізде мынадай компаниялар жұмыс істейді, мемлекеттің өзі қолдайды, Қазконтент деген интернет аясын кеңейту, Қазақстанда. Және біз сол интернет аясын кеңейтумен қатар интернетке жасайтын, немесе ұялы байланыстар болсын, бәріне жасайтын иммунитетімізді қоса дамытып отыруымыз керек. Және жалпы халықты, ауылдағы көз ашық емес халықтарды бәрін үнемі осындай ақпараттандыру арқылы ғана біз алдын ала аламыз. Тек сақтансақ сақтанамыз. Дәурен мырза айтып кетті. Француз тіліндегі мақалды. Қайбір нәрсенің мөлшерін білу керек сияқты. Сонда пайдасын да көреміз, зиянын шекпейміз деп ойлаймын. Ғалибек? Мен үндеуге 101% қосыламын. Өте жақсы. Қанат? Жалпы сол азаматтық белсенділік қана қажет. Бұны қорғану үшін әрқайсымыз белсенді болайық. Құрметті көрермендер, егер де сіз алаяқтарға жем болып, әртүрлі жағдайлармен олардың құрықтарына түсіп қалғандай болып жатсаңыз, міндетті түрде құқық қорғау органдарына шағымданыңыз. Ол сіз үшін де, біз үшін де, қоғамның қауіпсіздігі үшін де өте маңызды. Ал біздің бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. Мүмкін емес бағдарламасының толыққанды әрі жазбаша нұсқасын сіздер әрқашан Жастар үні журналынан оқи аласыздар. Дүңгіршектерден іздеңіздер. Заманың түлкі болса, тазы боп шал дейді атам қазақ. 21-ші ғасырда әрине сіз бен біз озық үлгідегі заманның ағымынан қалып қоймауға тиістіміз. Бірақ та жақсының қасында әрқашан жаманның жүретінін де ескергейсіз. Келесі аптада жүздескенше аман сау болайық.